Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3 сынып оқушылары. Әдебиеттік оқу пәні. Бұлақ көрсең көзін аш. Тақырыбы Райымбек бастауы. 88-ші сабақ. Балалар, бастау дегеніміз не? Бастау жер асты суларының жер бетіне шығатын көзі. Оны бұлақ деп атайды. Бұқар жаудың мына бір өлеңін сендерге оқып берейін. Көш бастау қиын емес, қонатын жерде су болса, қол бастау қиын емес, шабатын жерде жау болса. Шаршы топта сөз бастау қиын, шешімін таппас дау бар. Балалар, Райымбек батыр туралы не білеміз? Өзіміздің білетінімізді айтып отырайық. Мына суретте Райымбек батырдың ескерткішін көріп тұрмыз, балалар. Бұл Алматы қаласында Райымбек көшесінде орналасқан ескерткіш екен. Райымбек батырдың атын шығарған ойран төбе көкпекті жазығы. Мына суретте Райымбек атамыздың ескерткіші. Жолдасбай Тұрылбаев. 3 наурыз 1932 жылы дүниеге келген. Алматы облысы Кеген ауданы Жалаңаш ауылында туған. Алматы облысы Жамбыл ауданында Тарғап мектебінде директор болды. Балаларға арналған Алтын тамыр атты пьеса Республикалық қуыршақ театрында қойылып жүр. Сабақтың тақырыбы Райымбек бастауы. Мәтінді түсініп оқы. Райымбек сарбаздары алғашқы күннен ақ сусыздықтан тарға бастады. Бүгін 2-ші күн, шыдауға тура келеді, деді Райымбек жігіттеріне. Таң атып, жерге жарық түскенде тағы да су іздейміз. Тек бір адым шегінбейміз. Егер жер бетінде су жоқ болса, жер астынан шығарамыз. Райымбек қатты ойланып отырды да орнынан атып тұрды. Қолына сүңгі алып, атқа да мінбей, көк ойнақты жаяу жетектеп жүріп кетті. Аты жүре, шалдырап, сайды өрлеп, аяңдап келеді. Жерден көз алмайды. Бір ойпаңдау жерге қарап кідіріп қалды. Сол араға келгенде, көк ойнақ та жерден көк тістеп тұрып, оқыранып жіберді. Сол жерден бас көтермей көкті искеп қояды. Райымбектің күтіп келе жатқанда сол еді. Ат қадалған жердің шөбі басқа шөпте емес, баяу, қаны, қою, жасыл тым балдыр. Ойында судан тартқан нәрбары ап-анық көрінді. Райымбек дәл аяғының астында бойлата сүңгі сұқты да қайта тартып алды. Жерге құлаш бойы енген сүңгінің ұшына лайлы топырақ жығылып шыққанда қуанып кетті. Содан әрі қарай 3 қырлы найзаны сол алғаш сұққан орнына қайталап бірнеше рет шаншыды. Түйгіштей сұңқылап қайта тартып алғанда сүңгі соңынан атқылап су шықты. Қуанғаннан су деп дауыстап жіберді. Райымбек пен көк ойнақтың арқасында шөл далада адам да, ат та суға қанды. Алыс сапардан шаршап, шөлдеп келе жатқан жолаушы болса, өзінде, көлігінде суын қандырып, мөлдір сулы бастауды сол күннен бастап Райымбек бастауы деп атады. Балалар, дәптерімізді ашамыз, дәптермен жұмыс. Мына сөздерді дәптерімізге жазып алайық. Сарбаздар, әскер, жауынгер. Тарыға, қиналу, ауыр жағдай. Бастау, бұлақ, өзен суларының басталатын жері. Сүңгі, найза. Оқырану, жылқы малының еміренгенде небір нәрсені сезгенде дыбыс білдіруі, осқыруы. Түйгіштеу, соққылау, тоқпақтау. Шалдыр, жөн-жөнекей атты тоқтату. Шаншу, бір нәрсені үшкір затпен түйреу. Кім түсіндіріп кете алады екен? 1-ші бөлімшеде Райымбек батырдың қандай қырынан таныдық? Дұрыс айтасыңдар. Қайсар, өжет, айтқаннан қайтпайтын батыр екенін білдік, е балалар? Екінші бөлімшеде Райымбек батырдың қай қырынан таныдық?
сезімтал, байқағыш, көп біледі, табиғаттың қыр сырын біледі. Бұны қай жерден байқадық? Атының жаңағы шөпті жегенін, ол шөптің жасыл болғанын, сол жерде су болуы мүмкін екендігін ол байқап, сезімталдығын білдірді. Үшіншіде Райымбек қай қырынан білдік? Еңбекқор, төзімді екендігін білдік. Яғни ол сол жерден өзінің найзасын қадап, не істеді? Су шығарды. Яғни оның еңбекқорлығын осы бөлімшеде білдік. Төртінші бөлімшеде Райымбек батырдың қай қырынан таныдық? Жанашыр, мейірбан, халқына қорған бола білетін тұлға екендігін білдік. Иә, балалар? Бүгінгі сабақта балалар не үйрендік, не білдік? Өз ойымызды айта отырайық. Үйде Райымбек бастауын тағы бір рет өзіміз оқып, мазмұндап келеміз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жарайсыңдар балалар. Сау болыңдар.